Күз мезгілі. Күзде күн қызуы аз. Күн суыта бастайды. Әсіресе таңертең және кешке. Күзде жаңбыр жиі жауады. Ол суық және ұзақ болады. Адамдар далаға қолшатыр алып шығады. Күзгі күндер қысқарады, ал түндер ұзарады. Даланы тұман басады. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, жерге түседі. Сары, қызғылт сары, қоңыр, қызыл жапырақтардан жасалған әдемі кілем сияқты. Күзде жиі суық және қатты жел соғады. Сондықтан біз жылылау киім киеміз. Шалбар, жемпір, бәтеңке және күртеше. Күзде құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Орманда жануарлар қысқа дайындала бастайды. Азық қорын жинап, тондарының түсін ауыстырады. Күзде адамдар көкөністерді жинайды. Орам жапырақ, сәбіз, картоп, қызанақтар мен қиярларды тұздайды. Жемістер мен жидектерден тосап қайнатады. Нәрсу пісіреді. Бақшада алма, алмұрт, алхоры, жүзім жинайды. Күздің алғашқы күнінде балалар мектепке барады. Күздің 3 айы бар. Қыркүйек, қазан, қараша. Қане балалар, бірге қайталайық. Қыркүйек, қазан, қараша.